Сәлем достар, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бірге ұлу жылындағы мергендерге арналған жұлдыз жорамалмен танысатын боламыз. 2024 жылы сіз үшін айтарлықтай серпінді болады. Сіздің кез келген іс-әрекетіңіздегі жеке және кәсіпқойлықтағы табысыңыз айналаңыздағы адамдармен тіл табыса білу, олармен ынтымақтасу және ортақ мақсаттарға қол жеткізу үшін бірлесіп жұмыс істеу қабілетіне байланысты болады. Күнделікті өміріңіз біршама қарбалас болады. Кездесулер мен әңгімелесулер көбейеді, ал әлеуметтік өміріңіз белсенді болады. Адамдармен жүзбе-жүз кездеспесеңіз де, олармен онлайн коммуникацияның түрлі құралдары арқылы араласасыз. Бұл жыл әсіресе сөйлеу және жазу, соның ішінде іскерлік келіссөздер жүргізу, дәрістер оқу, презентациялар өткізу, көбірек адамдармен қарым-қатынас жасау, топпен жұмыс істеу, жаңа клиенттерді тарту, ақпарат жинау және бөлісу үшін қолайлы. Барлық осы динамикаларда сіздің міндетіңіз шоғырлануға қол жеткізу, өйткені әртүрлі ақпараттың көптігі және көптеген адамдармен қарым-қатынас кейде алаңдатуы мүмкін. Көптеген бағыттарға тарамаңыз және барлық жерде жарқырауға тырыспаңыз. Бұл құнды уақыт пен энергияны жоғалтады. Байланыстар мен ақпаратты мақсатқа сай пайдаланыңыз. Келісімге келу, нақты жұмыс үшін кейбір тақырыптар бойынша ақпарат пен білімді алу және беру. Бір жыл ішінде жаңа білім мен тәжірибе алу, сондай-ақ онымен бөлісу қажеттілігіне назар аударылады. Кейбіреулеріңіз курсқа немесе тренингке жазыла аласыз, ал басқалары аудиториямен пайдалы білім мен тәжірибе алмасу жолдарын іздеу мүмкін. Мансапта жоғарғы лауазымға ие болған адамдар жылдың бірінші бөлігінде сәттілікке ие болады. Егер сіз жеткілікті түрде қажырлы жұмыс жасасаңыз, сіз тіпті алға жылжуды көре аласыз. Жоғарғы мансаптық лауазымдары жоқ адамдар да басқа уақытта сәттілікке ие болады. Бұл адамдар үшін олардың сәттілігі сәуір айының ортасынан кейін басталады. Сәуір айының ортасынан кейін сіз жаңа жұмыс тапқыңыз келеді делік, немесе көтерілуге үміттендіңіз. Көшу үшін ең жақсы уақыт сәуір айы болады. Дегенмен жаңа жұмыс таппай тұрып, жұмысыңызды тастамауды ұмытпаңыз. Мергендердің кейбіреулері кәсіби көрсеткіштеріңізді жақсарту үшін жоғарғы білім алуы мүмкін. 2024 жылғы мергендер үшін жұлдыз жорамалына сәйкес, мергендердің мансаптық мүмкіндіктері тұрғысынан биылғы жыл өте перспективалы болып көрінеді. Сіз басшыларыңыз бен әріптестеріңіздің құрметіне және ізгі ниетіне ие боласыз. Жылдың ортасында шетелге саяхаттау және қоныс аудару мүмкіндігі пайда болуы мүмкін. Осы уақыт аралығында сіз қаржылық жағдайыңызды жақсартатын маңызды мансаптық өзгерістерге ұшырайсыз. Мергендер денсаулығы туралы алаңдамауы керек, өйткені олар жалпы алғанда өте жақсы болады. Мергендерге спорттық жаттығулардан бас тартпау ұсынылады, өйткені қан айналымымен жұмыс істеу және жүрек-қан тамырлары проблемаларын болдырмау қажет. Өзіңіздің батылдығыңызға сеніңіз және өміріңізде бірдеңе жасағыңыз келсе, ешқашан берілмеңіз. Сонда ғана сіз табысқа жетесіз. Міне достар, ұлу жылындағы мергендерге арналған жұлдыз жорамалым осымен тамам. Каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.